Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қалаға дейін 500. Кеттік. Осыдан шамамен 1 жыл бұрын қыстың күні қалада жүріп такси шақырдым. Сөйтсем, Ravon R3 модель машина келеді дейді. Ол кезде таныс емес едім. Қандай машина болады екен деп ішіне отырсам, бір өзбек жігіт рульдеген. Кеше ғана салоннан шығардым дейді. Ішіне қарасам әп-әдемі. Салоны тып-тыныш, жүрісі жүргек. Сол кезде осы машинаға мен көзім түскен болатын. Сонымен достар, бүгін бізде шолуда биылғы жылдың хиті болған, алу үшін очередте тұратын машина. Бұл Ravon R3. Дәл менің астында қазіргі машина, ол біздің компанияда жүргеніне 1 жылдан асты. Оны біз қолдан алған болатынбыз. 2017 жылы шығарылған машина, люкс комплектациясында автоматты қорабы бар, люкске байланысты барлық жабдықтардың бәрі бар, ол туралы кейінірек айтып кетем. Жалпы дәл қазір осы машинаның жүгірген жүрісі 100 000 километр. Бүгінгі роликте, құрметті достар, сіздерге Ravon машинасын алсаңыз 100 000 километрден кейін жылайсыз ба, немесе күлесіз ба, сол туралы айтып беретін боламын. Сонымен 100 000 километрде салонына не болды деген сұраққа келейік. Біріншіден, жалпы салонда не бар екен, және оның қандай жағдайда екенін қазір айтып беретін боламын. Сонымен рулына келетін болсақ, достар, бізде бұл люкс комплектациясы болғаннан кейін рулында бізде мультимедианы басқаратын джойстик бар. Бұл джойстик әрине кішкене ыңғайсыздау жерде орналасқан. Әдеттегідей рульдің мынау дәу саусақпен басатындай жерінде емес, десек те ол бар. Және өзінің функциясын орындайды. Қатты қоясың, жай қоясың, магнитоланы өшіруге болады, радиодан AUX-қа өтуге болады, және радионы іздеуге болады. Осындай 3-4 кнопкасы бар. Жалпы рулінде ешқандай бұда айырмашылық жоқ. Ең бастысы мұнда қауіпсіздік airbag жастығы бар. Панель приборовқа келетін болсақ, достар, толығымен аналогпен келген. Әрине, ешқандай бұл жерде сұлулықты таппайсыз, өйткені бұл бюджеттік машина. Сол жағында тахометр, оң жағында спидометр, антифриз немесе тасолдың градусын көрсетеді, және қаншама жанармай қалғаныңыз көрсетіп отырады. Арасында жалпы бұндай машинелерге сай емес функцияларды айтып отыратын боламын. Дәл қазір айтатын нәрсем ол сіздің дөңгелектеріңіздегі желдің қысымы туралы белгі беретін датчиктер бар, құрметті достар. 4 дөңгелекте қысым туралы белгі беретін датчик. Бұндай датчиктерді қазіргі таңда 10 миллионның айналасында тұратын машиналардан табасыздар. Ал бұл машина дәл қазір нарықта осы күйінде орташамен 3,5 миллион тұратын шығар. Және қай дөңгелекте сізде желіңіздің дұрыс емес екенін көрсетіп тұрады. Бізде қазір көрсетіп тұр, қыс болғаннан кейін ба дөңгелектің желдері әртүрлі атмосфераға кетіп қала береді. Ары қарай жылжайық. Дефлекторлардың айналасында бізде жылтыраған детальдар бар. Дәл алдымызда бізде сағат көрсетіп тұрады. Мен ойымша ол өте ыңғайлы, көзіңді жолдан алмай, сағаттың неше болғанын қарай аласың. Электропакет бізде толық, 4 терезеде де электропакет бар, және люкс болғандықтан алдыңғы терезесі автоматты түрде түседі. Міне. Камерамызды қысып алмайық. Бұл да менің ойымша үлкен плюс. Козырек ең қарапайым картоннан жасалынған, потолок арзан материалмен тігілген. Ортақ консоль келетін болсақ, достар, дефлектордың астында бізде мультимедиа келеді. Бұл жерде де тағы да бір таңғаларлық нәрсе. Бұл машинада Bluetooth-бен мультимедиаға қосылып сөйлесе беруге болады. Және басқа да аудио кітаптарды тыңдауға болады, немесе аудио сообщениелерді тыңдауға болады. Мен ойымша бұл өте ыңғайлы. Төменірек түсетін болсақ, бұның астында пеш. Бұл машиналарда климат контроль деген жоқ. Мен ойымша ол керекті емес. Ең сенімді қарапайым пеш. Ыстық суық қылатын, дефлекторлардың бағытын, ауаның бағытын бағыттайтын, және вентилятордың күшін беретін. Оның астына келетін болсақ,
бізде тағы да бір плюс, ол кондиционер бар. Мен жаздың күні бұл машина жүрдім. Жаздың күні бұның ішінде Астананың қысындай салқын болып кетуі мүмкін. Кондиционері өте жақсы жұмыс істейді. Менің ойымша басқа осы секілді, осы санаттағы машиналарда кондиционер болуы сәл менің ойымша бір ойға сыймайтын нәрсе. Амында бар, және ол өте жақсы жұмыс істейді. Орындығына келетін болсақ, бұл орындықтардан көп нәрсе күтпейміз. Ең қарапайым орындық, бұл да қатты деп те, жұмсақ деп те айта алмаймын. Орындық, как есть орындық. Бірақ люкс болғандықтан біздің орындықтың жоғарғы, төменгі деген настройкасы бар, яғни сәл айналайындар, жай жүрсеңдерші. Сәл төмен отыруға болады, және сәл жоғарғы отыруға болады. Айтпақшыдай, қоса кетерім, руль бізде механикалық түрде жоғарғы және төмен настройка жасалынады. Арғара жылжитын болсақ, бізде мұнда темекі шегушілерге арналған қоқыс жәшігі бар, және де достар 2 стакан қойғыш мұнда шығып тұрады. Кейде барып машина ішінде тамақ ішемін десең, ол да өте ыңғайлы. Және бір прикуритель бар. USB зарядтайтын болсаңыздар телефоныңызды USB арқылы, мұнда келеді ол ручниктің қасында, және мұнда курсовая стабилизацияны өшіретін кнопкасы бар. Курсовая стабилизация келетін болсақ, достар, бұл машинаның ең бір плюстарының, мықты плюстарының бірі деп ойлаймын, ол оның қауіпсіздік шаралары. Біріншіден airbag бар бізде. Мына жақта да, жолаушы жақта да бар. Менің есімде кішкентай кезде папамда Жигули машиналар болды. Тараздан Шымкентке қарай ауылға кетіп бара жатқан кезде қаншама рет жолда шыр көбелек айналып жолдан шығып кеткеніміз есімде. Енді егер де сол кезде осындай машина болып, мынау курсовая стабилизациясы жұмыс істеп тұрған кезде, мен ойымша ондайға бармас еді. Сондықтан да достар, егер де қауіпсіздік шараларын сіздер қарамайтын болсаңыздар, сіздерге кеңес берерім, назар аударыңыздар. Машиналарыңызда сол қауіпсіздік шаралары мықты болғаны дұрыс деп ойлаймын. Екіншіден, курсовая стабилизациясы өте жақсы жұмыс істейді. Бұны біз өз қолымызбен тексеріп көрдік. Назарларыңызға ұсынамыз. Енді достар, осы ішінің барлығы не болды 100 000 километрде, және моторына не болды, ходовкасына не болды деген сұрақтарға жауап берейін. Біз бұны алған кезде бұда 50 000, орта есеппен 50 000 километр етін жүгірген жүрісі. 3 миллион 50 000 теңгеге алдық. Қазір бұл машиналар қымбаттап кетті, 3,5 миллион қаласың кем дегенде. Және ішінде атқару болып жатқан. Бір кісілерден алдық, ой, әшейін машина қой, ой, жұмыстың машина қой деп ішін бәрін сасып тастаған, артқы терезесі сынып қалған, сондай еді. Енді өзіміздің қорқып алдық әрине, бірақ кейін байқадық, ешқандай несі жоқ, бүкілін тазалап қойдық, және бұл бір жылдың ішінде одан кейін ешқандай өзгеріс болған жоқ. Қандай әдемі түрде біз сақтап отырдық, солай қалып отыр. Оның үстіне достар, бұл машина бір адамның астында емес, бірнеше адамның астында жүрді. Бұл такси машина болып жүрді. Соның өзінде материалдары жақсы жасалынған екен. Бір ғана бұл салонның ішінде әлсіз деп айтар жерім, ол оның мынау сұр пластмассадан жасалынған детальдары, олар бірден қолдың немесе аяқтың сүйкілген жерлерінде оның түсі кетіп қалады екен. Оның шешімі бұған сыртынан бронепленка жапсырып қоюға болады, менің ойымша. Десек те қатты проблема емес. Қалған жерлердің барлығы сондай сүйкімді, әдемі кейпінде сақталды деп айтуға болады. Енді бұл салонын айтатын болсақ, салоны осындай. Салонындағы ыңғай шопырға жасалынған және жолаушыларға жасалынған жағдай жеткілікті деп ойлаймын. Салоны тым кең немесе тым тар деп те айта алмаймын. Мен бұның алдында Priora немесе Lada Granta деген машиналармен жүрдім. Солардан кем емес, артық болмаса, шыны керек.
Салонмен осыдан қосып аларым жоқ. Енді техникалық жағдайына өтейік. Мотор, коробка, аспасы және басқа техникалық жағдай. Мен сіздерге айтайын, достар, 50 мыңнан алдық, 100 мыңға дейін жүрдік, такси режимінде жүрді. Осы уақыт бойы біз бұл айтылған детальдарға бір тиын салған жоқпыз. 95 мың пробегте артқы оң жағындағы подшипнигі гуілдеді, 12 мың теңгеге соны ауыстырдық, болды. Басқасында ешқандай не болған жоқ. Ал енді қазіргі жағдай не болып тұрғанын мамандардан барып білейік, арнайы СТО-ға барып, көтеріп, астында не болып жатқанын білеміз. Сонымен, міне достар, біз қарап шықтық. Алдыңғы аспасында бізде ешқандай замечание жоқ, тек қана майда шүйде. Оның өзі қазірде сынып тұрған зат емес, рулевой тяга, орысша айтқанда шопыр жағынан, сосын втулки стабилизаторы. Жаңа износ бар да кішкене? Износ бар, екеуінде де бір жағында износ бар, қалған жерінде... Бірақ әлі біраз жүреді, бір жарты жыл. Жарты жыл қысты бітіреді, если жақсылап жүрсе, адамдар жақсы жүріп, машина қарап отырса, қатты, жүрген жүрісіне байланысты, если жақсы жүретін болса, то бір жылға, 2 жылға дейін шыдауы мүмкін. Нешесіне не айтасың? Машинаның астында шірік жоқ, мынау антикор жақсы істелінген, заводтан, соның арқасында ешқандай шірік. Маған тағы бір ұнап тұрған қарашы, трассаларда. Бұл трассалар әдемі тұрғызғанда бұл барлығы машинада солай тұрады, только бұның астында защита болса, жаңа пластмасс защита болса, сонда керемет болатын еді машина. Өйткені бірақ та бұл машина қалаға арналған, ондай жерден жүреді деп ойламаймын. Онда расчет жасамаған да, міне орындары тұр защитаға. Жасауға болады защита. Мына жерден защитаға бұл пластмассовый, пластиковый защита жасауға болады. А былай артыңғы жағына келетін болсақ? Артыңғы жағы барлық орында, только мына жерде болт шешілген, біледі, оны өзі сіздер подшипник арастағанда сол уақытта шешілген шығар, басқа ондай. 95 мың пробегте артыңғы ступичный подшипникті ауыстырдық. Одан басқа жұмыс жасалған жоқ бұнда. Ступичный подшипник, оны өзі одан да көп жүргі бет, неге бұлай кетіп қалған, ол завод изготовитель сұрақ. Бірақ кетіп қалған ғой. Қалған бойынша мұнда удар болмаған, ешқандай жоқ? Жоқ, удар ешнәрсе жоқ, антикор бәрі орында, бұлай ударлар алмаған машина. Кузовында кішкентай майда шүйде царапиналар болмаса. Жалпы баға бергенде қанша баға бересің? 5-тен 4,5 берем. 5-те беруге болатын еді, кузовына қарамасан былай, кузовы демесен, ходовка, технический часть автомобиля дейді ғой, ол 5-те. Сен болжамымен қазір 100 мың километр жүрген, тағы да қанша мың километр 150 жүріп береді тағы да. Жаңағы шопыр водитель дейді ғой енді, соған байланысты. Ол нақты қараса машинасын, жол ережесімен жүрсе, жақсы қарадық дейік, май суын бәрін ауыстырып отырып дейік, 500 километр жүріп бере ме? 500 мың километр жүріп бере ме машина? Без ремонта двигателя. Без ремонта двигателя. Майларын бәрін арестап отырсаңыз жүріп береді машина. Майларын, жақсы майлар арестап, коробкасын, жаңағы майлар. Только мынау поддонның прокладкасын арестап жүру керек. Осы келесі май арестағанда желательно ашып арестаған жақсы. Өйткені мынау уже қазір нетіп тұр, кішкене майланып тұр. Өйткені май ақпай тұрғанда, барлығын кірілетпей, нетпей тұрғанда арестап жүру керек. Ертең май аға бастағанда водитель, жаңағы шопыр майға бір рет уровень жоғалтылса, ол масляное голодание дейді. Әрине ДВС-қа айтылатын, жақсылап айтылады. Сол үшін прокладкасын келесі жылы ашқанда, майды арестағанда, прокладкасын арестап жүргендеріңіз жақсы. Енді өздеріңіз үшін, машина үшін. Жақсы, рахмет, көп. Міне достар, эксперттің пікірін тыңдап естіңіздер. 100 мың километр жүрген машинеге 4,5 деген бағам беріп отырмыз 5-тен. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Мен өзім де қарап тұрмын, жағдайы жақсы, әлі жүре береді деген толық сенім бар. Адрестарыңыз қалай? Құндызды 7. Құрметті достар, Құндызды 7 СТО келіңіздер. Мұнда майда ауыстыруға болады, көлігіңізді қызметтен өткізуге болады.
жігіттер өздері тірлігі біледі, сондықтан да сіздерге кеңес береміз. Рахмет көп. Жақсы сау болыңыздар. Қорытындылай кететін болсақ, достар, бүгін сіздермен біз қызықты эксперимент өткіздік. Бұл бір күндік эксперимент емес, бір жылдық эксперимент болды. Естеріңізге салатын болсам, бұл машинаны біз бір жыл бұрын 50 000 пробегпен алған болатынбыз, қазір 100 000 пробег. 100 000 пробегте біздің келген қорытындымыз келесі. Біріншіден, бұл машина өте төзімді екен. Осындай такси режиміне жұмыс істегеніне қарамастан, коробка, аспасы, қозғалтқышы, кузов және салоны әлі жақсы жағдайда, әлі жұмыс істеуге дайын. Бағасына келетін болсақ, бағасы қол жетімді. Қазіргі таңда 2017 жылғы Ravon'ды, R3 моделіндегі Ravon'ды 3,5 миллионның төңірегінде алуға болады. Бірақ ол люкс, яғни коробка, автомат. Егер сіз механиканы немесе төмендеу комплектациясын алатын болсаңыз, әрине одан да арзанырақ болады. 3 миллионның ар жақ бер жағынан табуға болады. Менің ойымша бұл өзін құрметтейтін, жақсы машина мінгісі келетін, қауіпсіз машина мінгісі келетін адамға тұрарлықты машина. Оған қосарымыз қауіпсіздік мәселесі. Бағанағы айтқан airbag бар және стабилизациясы жақсы жұмыс істейді. Оны біз сіздерге көрсетіп бердік. Енді достар, басқа машиналармен салыстыратын болсақ, осындай жаңа машиналармен, яғни ескі машиналарды мен ештеңке демеймін, оған жатпайды. Жаңа машиналарды алатын болсақ, бұл машинаны Lada Granta-мен салыстырады. Мен сіздерге жай тілмен айтатын болсам, жеке ойым Lada Granta бұның қасында өте нашар жабдықталған, өте аз ресурсты және жүргізушілерге және жолаушыларға жасалған жағдайы көп төмен деп есептеймін. Яғни Lada Granta мен Ravon'ды алатын болсақ, әрине Ravon'ды мен толыққанды кеңес берем. Өйткені қауіпсіз, ыңғайлы және төзімді машина. Бензинді тым аз жейді деп айта алмаймын. Өйткені бұл әрине 1,5 көлемді машина және автоматпен жұмыс істейтін машина. Сондықтан да бұл 10 литрдің көлемінде бензин жейді. Сондықтан десек те қалған плюстары мені Lada Granta емес Ravon'ға итермелейді. Менің ойымша бұл машина 200 000, 300 000, тіпті мүмкін ремонтсыз 500-400 000-да жүріп қою мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан да достар, сіздер біздің каналға тіркеліп, видеоларымызды үнемі қарап отырсаңыз, осы машинаның келер тарихын бізбен бірге көріп отыруларыңызға мүмкіндік туады. Сіздерді біздің каналда күтеміз. Ал енді осы роликті тамашалағаныңызға рахмет. Барлықтарыңызға үлкен сәттілік тілейміз және келесі видеоларда көріскенше дейміз. Қош сау.